Батырлар жыры, Қамбар батыр жыры. Жолбарыстай алтылдың айбатынан сескеніп, келе алмады еш пенде Әзімбайдың қасына. Даусы құстай түрленіп, қоңыраудай алтын күңіреніп, ертелі-кеш серуенге май жағып шығады шашына, жәннаттен шыққан қорлардай. Пошымына қарасаң, қызықпастай қай адам. Ол назымның нышаны, сүйек асыл дүреді. Құдайдың өзі біледі, 14-ші айдай боп түседі кімнің қасына. 60 сомдық әргезі үстіне асыл кигізді. Жорғадан жегіп қара көк күймелі арба мінгізді. Көзі түскен пенденің жүрегін оттай күйгізді. Ашылған гүлдей лауланып, қылығымен сүйгізді. Өзі теңнің ішінде асырып дәурен сүргізді. Уызында жарыған, ерте туған бағыландай толықсынып жүргізді. Назымға таңдау қоям деп, бұл хабарды Әзімбай халыққа тегіс жүргізді. 12 жасар балаға мал жайып кеткен далаға, қалмасын деп қатардан бұларға айтып білгізді. Ат шаптырып той қылып, ашыққанды тойғызып, жиылды жұрты жамыға бір төбенің үстінен. Қыз Назым шықты басына салдырып биік мұнара. Назымды малсыз алмаққа шалдарда және желіккен. Қартайған адам көп екен, кемпірден көші зеріккен. Жарасты деп киеді елтірі қара бөрікті, қатындары үйінде қайғыланып жылайды. Сұлуды алса байымыз, айрылдық деп серіктен. Үміткер болып барша тұр, сабағынан үзіп ап. Жесем деп піскен өріктен, алтын тұғыр үстінде, Назым отыр қонақтап, ақ тұйғындай еріккен. Қарамен төре таласып, порымына қарасып. Алдынан өтті күріктен, жиылып тұрған кісіге қарамады назарсап. Еш пенденің түсіне қалағаны келмесе, басқа менен ісіне. Қатты батты қапалық, үлкен менен кішіге. Жұрт әуес болған сұлудың көңіл ауды сыртынан, ер Қамбардың күшіне. 6 ағасын әкесін ақылмен Назым биледі, қайтарды бәрін адамның, біреуін таңдап тимеді. Мұнарадан түсті де көк жорғаны жектіріп, келтірді барқыт күймені. Жақсы көріп жүреді, мақтауын естіп білгелі. Қандай түрлі екенін көзімен көріп білмегі. Сұлуда қайтты үйіне, ер Қамбар болып сүйгені. Күмістен тағып қарғысын, соңына ертіп тазысын. Ау қылып Қамбар шығады, қасындағы құмайы. Таңынан тартып талайын, таутекені жығады. Айырылып жыртылып, киікпен жатқан құланды, ат бетіне қарамай, ақ бөкендей жосытып, айғай салып қуады. Ашумен аямай, тұлпарға қамшы ұрады. Найзамен өзі шабақтап, тазысы жетіп тамақтап. Қасап сойған ешкідей қан сасытып қырады. Түс қайтып бесін болғанда, артына мойнын бұрады. Серкедей басып тақымға семізін таңдап жинады. Арығын таңдап алмады, оның бәрін артқанмен бір атқа қайтып сияды. 60 үйлі арғынның, 90 үйлі тобырдың ашыққанын тойғызды. Батыр туған Қамбардың тимеді жоққа зияны. Шекесінде Қамбардың бар екен алтын тұлымы. Сұрап алған Құдайдан Әлімбай ханның құлыны. Ешкімге аза бермеді, қыздан да зият қылығы. Ау қылып шығып жөнелді, үйінде болмайтынымы. Далада жатқан жабылып, бұрынғы киік тұр еді. Ордалы құлан обығып, бір бәлеге жолығып, жануарлар жабығып, көбейіп кетті шығыны. Тағы да қоймай аулады, таудағы киік бұғыны. Қарсағы барғасында тазысының алғаны. Түлкінің арлан қызылы, құлақтары салынып, жаратқанға жалынып, бір жартасқа қамалып, бөрілер қорқы болуйды. Қазақ емес, сарт емес, Қамбардың түбі ноғайлы. Азусыз аңды таусып, қоймайды қырып оңайды. Етпетінен тығылып, тұмсығынан қанаққан, көреді өлген талайды. Қадисе деп болғандай төңірекке қараса, құйрығын қысып бұтына жолбарыс жатыр ыңыранып. Сол уақытта жолбарыс түгінің бәрін жатқызды. Құлағын жұмып жасырды, керсеңдей ашып аузын, арыстан жаман ақырды. Даусы жерді көшірді, нар маядай бақырды. Бүркіттей жазып тырнағын тұлпарға барып асылды. Қамбарда қайтпай ұмытылып, бар қайратын шақырды. Құйрығынан көтеріп, айналдырып басынан лақтырып жіберді. 40 қадам жерден асырды, құлаған жардай дүрсетіп, ырылдауға әлі жоқ, демінен түсіп басылды. Осыма деп қайратың
тұмсыққа тарақ балтамен сондай мықты шеріні жалғыз ұрып батырды. Қалыңның шықты ішінен ер қамбар өзін үйіріп, көкпардай қылып көтеріп, жөнеліп кетіп барады. Жолбарысты өңгеріп, құйрығын жерге шұбатып, алдына мықтап басады. Төрт аяғын теңгеріп, үлкендігі басының 12 қарыс қазандай мықтылығын шерінің тамаша қылды ел көріп, түскен жолы қамбардың шұбырған малдың ізеді. Жағалай құлын байлаған, теңіздің бойын жайлаған. Қыз Назымның ауылының үстіне түсті көздері. Мұны көріп қамбардың жоқшылық кірді есіне. Қымызы бар деп ақ үйдің түсемін барып несіне. Қырындай өтіп барады, сұңқарын тұтып бетіне. Қара қасқа тұлпары жердің тартып танабын. Алшаңдап басып асықпай ауылдың шықты шетіне. Бұлттан шыққан ай ұқсап, тұр еді Назым нұрланып. Атлас көйлек үстінде көк арбаға сүйеніп, шыбықтай белі бұралып, ордаға барып кіреді. Боз жорға аттай ырғалып, ақ ұрғанда аузынан түтіні шығып сұлудың жүрегі кетті от жанып. Қара атты қамбар қарамай, не себептен кетті деп ашулы келді долданып. Ақша бетім қарайып, қалды ма деп апырмай, шар айнасын қолға алып, сұңқардай көзі сүзіліп, жыламай көңілі бұзылып, айнаға көзін тұр салып. Қараңғы тартып көңілі қыз Назымның ішіне, шақырып жақын жеңгесін орда тегіс жинады. Түс қайтуға жеткізбей, бір ұршықтай жібекті, иіріп бер деп қинады. Қыз Назым мінді өрмекке, иісін жұпар сасытып, даярлап қойды шараға, қасына қымыз тасытып, теңізден шығып ер қамбар қатарлап артып келеді. Қаз бенен үйрек тырнаны тұлпардың жүгін бітіріп, толтырып үстін ырғады. Қаршығаның қыраны, қанатты құсты қырғаны, шылымның тұтып құмары артына мойын бұрмады. Көрінеді өрмек құрғаны, қамбар айтты өзіне, осыған көңілім бөлініп, ұмытып кетсем жұртымды, Құдайдың деді ұрғаны. Мәлім болды батырға, ақылмен өнер істетіп, қыздырмақ үшін тұрғаны, қысылған жерде шабады. Қара қасқа тұлпары нарсыз оқтай қаңғытып, қызықпен көлден су ішпей, талады шаршап шаң жұтып, тоқтамады кідіріп, өте шықты қарғытып, сөйлесе алмай қамбарға тағы да қалды арманда. Отырған сұлу көз тұтып, ашулы келіп Назымның асау тайдай тулады. Қапаланып қамбардан жүрегі қатты соғады. Қылышын алып қолынан, адырағал деп сен өрмек 6 жерден турады. Сонда Назым сөйледі, қайрылмай қайда барасың? Хан сүйекті қамбарау, қабағы қатып шаршапты. Қаратыңның мойнында өкпе бауыр жалбарау. Арызыма менің құлақ сал, ақылың болса аңғарау. Шөлдесең сосын ішсеңші, біздің үйге түссеңші. Жатып тұрып кетуге күткендей бізде жай барау. Мойныңды бері бұрсаңшы, құшақтасып екеуміз көріселік тұрсайшы. Артында үңгір жар барау, сонда қамбар сөйлейді. Ағайыным тауысты, қараттан бөлек малымды, сыртым бүтін, іш түтін. Білмейді ешкім әлімді, кедейлік деген залымды, қой бағу қолдан келмейді. Ат үстінен соғысқып, жемесем тауып нанымды. Екі аяғым салақтап, аш бөрде жалақтап, қинады жоқтық жанымды. Ұядан жалғыз баламын, құс етін беріп бағамын. Үйдегі 2 кәрімді оғанда назар саламын, қинатыма аламын. 60 үйлі арғынды сеніменен ойнасам, айналар ісім қиынға, айыпқа мені бұйырма. Айтамын Назым зарымды. Әнге сектей аңқылдап, қораз дараз ал шораз. Қайдасың деді қарымсақ. Қорлаған емес пе жалаң аяқ жарлының жүргені бізге жақындап. Інілерін айтты. Ақ семсерді қолың ап, маңдайын жарып басын шап. Жерге түссін мойыны, келеді кіммен ойыны. Қызға таңсық мырзаны, қылышпенен көңілін тап. Бесеу еді белгілі Әлімбайдың тентегі. Қайда деп кедей жүгірді, қосында бір келдегі. Жын ұрғандай бақылдап, адамның барын жинады. Түсіп қалды бір жерге, басынан тері телпегі. Алтауының ішінде ақылы көп артықша, ал шоразет ерегі ағаларын айтады. Қамбардың көңінің қалдырма, қайратты туған ереді, болар деп бір күн дәркері. 2 талай іс болып, ат құлағы теңессе, паналарсың тығылып, осының бәріп жеңіне, қыз Назымға жау шығып, 20 жігіт жіберді. Қалмақтың ханы жұртынан құйрық жалы түйілген, құр айғыр ұстап жылқыдан, жолға түсіп жосытып, жорғадан мініп балқыған. Сусары бөрік басында, үстіне киіп қолпыдан,
Керей ұлы Келменбет сөйлес қылып кідірді. Ауылдың келіп сыртынан қабаттап киген камзолды сыдыра түйме тағынып. Ертеліге шұбырып, қонады мейман ағылып. Кедейлер мені көрмесе, қалады деді сағынып. Отымның басын бермеді, іздеген жоғы табылып. Керей ұлы Келменбет сендерде келдің сабылып. Киіз ілмей кешқұрым танымаушы едім ешбірін. Қайырлы болсын сапарың, жөніңді келген сұрайын. Жүрсіңдер балам не қылып? Келменбет сонда сөйледі. Болсын деп әлі әзімбай, арызымды сізге айтам. Көтерсең менің назымды саусағы алтын сұңқарға. Әлдірейін деп келдім, көлдегі үйрек қазыңда. Алтайы қызыл түлкіңе қосайын деп ойлап ем. Құмай жүйрік тазымды тікпекке ақ үй сұраймын. Ел қонбаған сазыңды бұйырып патшам жіберген, қайталмаймын бұл жерден. Іздеген жоғым табылмай, Келменбет тағы сөйлейді. Асықпасаң байеке, мүйізі ұзын боз бұқа, артына қарап бұрылып, айдайын десең сүзеді. Иісі жұртқа жайылып, піскен аңқып түйнегің, қолына өткір кездік ап, ортасынан тіледі. Сен сұрасаң, әзімбай, айтайын келген жөнімді. Арада жүрген жеңгемін, киемін қымбат тоныңда. Мәрт кісінің белгісі, бітірсең тездеп сонымда. Ешкім саған тие алмас, ұстасаң менің қолымда. Жау шығып патша жіберді, жет атасы орында. Алатаудай айбатты, Рүстем дастан порымда. Ерегіссең онымен құртады әптен сорыңда. Сәулеті мен дәулеті, құп өзіңе қонымда. Бүгін саған мейманмын, таңдап сой семіз қойыңда. Құда түсіп құйрық жеп, қыламыз қызық ойында. Ноғайлыны шақырма, өзіме бер тойыңда. Бір үйіңді босатып, салдырып төсек ат ұста, тырнадай созып мойныңда. Келменбеттің алшораз, құлағын отап құнтитты. Өткір қарап пышақпен мұрнын кесіп шынтитты. Қылыштай мойнын қуратып, тоқпақтай басын сымпитты. Қояндай көзін бадырайтып, бүйректей бетін бұлтитты. Төскеден қашқан борсықтың әніндей қылып өңірейтіп, танауын екі таңқитты. Қараман қылды қахарын, айдаһардай ысқырып, бетіне жайды захарын. Бір жасауыл жіберіп, жинады тегіс шаһарын. 5000 алды адамнан, ноғайлыға бармаққа, жігіттің өңшен қатарын даяр қылды жүрмекке, Құдайдан сұрап сапарын. Қараман шықты қаладан, кернейлері бақылап, батырлықтай тулар парылдап, алтыннан қалған дарылдап, сыбызғы сырнай шақылдап, мінгендері дал бедеу, келеді бектер лапылдап. Аударысы бойнайды, буыршындай тақымдап, шаншы сады машық қып, ақ найзасы сатырлап, көрінеді алыстан жұлдыздай ұшы жалтылдап. Бір күн өті барадан, Әзімбайдың ауылынан үстіне келді жақындап. Бие бауы шалғынға қондырды патша қосында. Лашкарды көріп сыртынан Әзімбай жаман шошында. Әзімбай айтты жақсылап, ер қамбарға сәлемді. Төбеміз бірге туысты, ағайын кісі үстіме, қалайша бізбен суысты. Керей ұлы Келменбет бәленің жолын қуысты. Көптігіне сүйеніп, қалмақта белін буысты. Бүркіттей жазып шеңгелін салмаққа даяр ұрысты. Қайратымыз аспайды, қылайық десек ұрысты. Сүйегін сұлтан қорлайма, ойласын батыр бұл істі. Жауың жаман сенің ай, тастасын басқа жұмысты. 90 үйлі тобыр мен 60 үйлі арғыны ашыққанда жесін деп, қоржынға салып жіберді. Ат басындай алтын мен қой басындай күмісті. Ордасының сыртында отыр ет ер қамбар, салдырып төсек паластан. Қарсыласқан дұшпанға қайраты асқан алаштан. Қараман ханды білмейді, қыз Назымға таласқан. Арыстанның көзі көрет, бір топ адам келеді, төңірекке қарасқан. Жан жағына алаңдап, кісіге ұқсап адасқан. Аттары болып қаратер ұшырады қамбарға. Ойда жоқ жерде от қашып, қонысымыз тарылды. Қызуына шыдамай, жүрегіміз жарылды. Өртеп кетіп барады, өзеннің нуы қалыңды. Шарпуы жұртқа тиеді, өшірмесең жалында. Хан сүйекті қамбаржан, айтамын сізге зарымда. Дұшпанға көрсет бір қайрат,
білдіріп елде барыңды. Өкініші көп болып, өткен іс келмес орнына. Ертерек білдір арыңды. Қамбар айтты: жәдігер, көлеңке жерге түспейді, жапырақсыз ағаштан. Кедейде болсам көп еді, қасыма қоңсы жанасқан. Бармаққа қылдым уағыда, артыма назар салмастан. Бұрынғының нақылы бір жауар деген талаптан. Уәдеге опағып, 5-ші күні жетемін, тірігіп қойса жаратқан. Қақар қылды қараман, ұядан жалғыз балаға. Қойыңдар деп ұрысты, келменбет түсі бараға. Айқайлады дауыстап, қалмақтар шық деп жекеге, Қамбарбек ұрып тағарда. Патша айтты: келменбет, Ноғайлының қамбары, ұрысқа шығып сайланды. Арманда болып қалмаңдар, әс қиынға айналды. Қылыш шауып, қан төгіп, қыздырыңдар майданда. Қолыңа алшы барыңды, ақ сапты болат найзаңда. Өзім басын кесемін, дұшпанға төтеп бер алмай, жүрегі қорқып тайғанда. Осындайда азуды көрсетпесең асырып, батыр туған бектерім, көремін қашан пайдаңды. Үстіне тура мінейін, жасанған жауға тиейін. Көл батам атты даярла, түзетіп ұрып сайманда. Қамбар айтты: қараман, мықты болсаң жеке кел. Қасыма таман жақында, қырғы елген торғайдай, мойныңды жұлып алайын. Қан ағызып көзіңнен басыңа сауда салайын. Ол жағылып атыңды, еріңді отқа жағайын. Қонаққа сойған қозыдай тамағынан бауыздап, көңіліңді сенің табайын. Шыдай алмай бұл сөзге, қақарға мініп қараман, жын ұрғандай жұлқында. Қараман дәу мен Қамбардың қарсыласып қылыш шабысты. Ақ найзасы айқасып, нар бурадай алысты. Шанышқаныма шыдамай, астындағы көлбадам, шөге жата қалысты. Қалмақтың ханы Қараман сол жағынан құлады. Артындағы әскері қолынан беріп намысты. Арыстан туған Қамбардың аш бөрде жалақтап, аралады қосынды. Ақылынан айырылып, қалмақтар жаман шошыды. Ортасынан әскердің қызылған ағып жосылды. Неше жыл назым жүрді жылай-жылай, Қамбардың күйігінен кеші былай. Бастағы халыққа айтқан уәдеммен Әзімбай тойын берді 40 күнідай. Қамбарды Әзімбайдың көңілі сүйді, қатарлап қазынаның бәрін жейді. Күмістен керегесі уық алтын, оңаша 8 қанат тікті үйді.